бір бай болады. Ол дүниеден өтер алдында барлық байлығын жалғыз ұлына мұра етіп қалдырады. Ұлым дейді ол, мынау менің бүкіл өмір бойы жиған терген байлығым. Менің о дүниелік болар күнім жақын. Саған осы байлықты қалай пайдалану жөнінде кеңес беріп кетуді парыз деп санаймын. Менің алпауыт қожалығымның шын иесі өзің болып, істі қолға алған кезде әрбір қыстаққа мұнара тұрғыз, нанға бал жағып же дейді. Бай өледі. Сол сәттен бастап ұлы әкесінің өсиетін орындауға кіріседі. Әр қыстаққа мұнара салады. Нанды балмен қосып жейтін болады. Қанша жыл осылай өмір сүргенін кім білсін, ақырында бір күні кедейленіп, ақшасы таусылуға айналады. Тақыр кедейге айналып, қарны ашып, басында баспанасы қалмаған кезде ол, «О, әке, бұл не еткенің? Сен маған байлық қалдырдың, бірақ ақылсыз кеңесіңмен соның бәрін ысырап еттің», деп әкесіне ренжиді. «Әкеңе не үшін ренжисің?» деді оған әкесінің ескі досы. «Ол саған не жаманшылық жасады, не істеген жоқ?» деп ұлы ашуға басады. «Байлығын қалдырған кезде маған әкем әр қыстаққа мұнара тұрғызуды, нанға бал жағып жеуді тапсырады. Мен тап солай істедім. Ақыры не болды? Басымда иттің үйшігіндей үй болса, баспанам жоқ, қалтамда қақылды, өзім қаңғып жүрмін». Сонда әкесінің ескі досы оған былай дейді: «Бұл жерде әкеңнің ешқандай кінәсіз жоқ. Сен оған босқа ренжіп отырсың. Бәріне кінәлі өзің парасатсыздығың. Әкеңнің ізгі ниетін қалай түсінбейсің? Оның әрбір қыстағы мұнара тұрғызу деуі, қай жерге барсаң да тас мұнарадай мызғымайтын сенімді әрі айнымас достарың болсын дегені. Ал нанға бал қосып же деуі, нанды жұмыстан кейін балдай болып сезілетіндей кезде же дегені. Егер сен осының бәрін дұрыс істегенде мұндай кедейлік күйге түспейтін едің». Енді ұлы әкесінің өсиетін оның досы айтқандай етіп орындауға кіріседі. Әрбір қыстаққа сенімді, айнымас достар табады. Ал еңбекпен тапқан нан шынында да балдай тәтті болады екен. Көп ұзамай ол өзінің бұрынғы байлығынан 2 есе байлыққа қол жеткізеді.